Аллах субханаху ва тағала Құранда айтады ғой, жаңа Мүлк сүресінің 10 аятында: "Уақалу лау кунна насмау ау нағилу ма кунна фи асхабис саар". Яғни тозаққа барған адамдар, тозақта қиналып, шыжғырылып жатқан кезде айтатын сөздер не? Қане еді біздер уағызшының, пайғамбардың сөзін естігенімізде және соған ақыл жүргізгенімізде деген келіп жатыр да, тікелей аударсаңыз. Бұл жердегі мағынасы соған амал еткенімізде. Яғни оны естіп, соған амал еткенімізде біздер тозақ иелерінен болмаған болар едік деген сөз. Яғни білгенге амал етуді бұл ақыл екен. Енді біз жалпы ақылдың анықтамасын білдік, дұрыс па? Енді бір сұрақ туындайды. Ол қандай сұрақ? Ақылдың шеңбері қандай? Ақыр бір шектелген нәрсе ма? Немесе өте кең нәрсе ма? Ақыл деген, мәселен, кейбір адамдар айтып жатады, ақыл шексіз дейді. Ақыл шексіз. Кез келген нәрсеге кіре береді, кез келген нәрсеге үкім ете береді деп айтады. Жоқ, олай емес. Ақылдың да өзіндік шеңбері бар. Өзінің тоқтайтын, өзінің іс-әрекет жүргізетін, өзінің кірісе алатын және кірісе алмайтын шеңбері бар. Сондықтан да ақылды шексіз деп бұлай жалпылама айта салу, бұл қате ұғым. Енді әрине кейбір мәселелерде ақылды шексіз деп айтуға болады. Мәселен, мынау қазіргі заманғы технологияны, ғылымды дамытқан кезде біз ақылымызбен ойланып, ақылымызды еркіне жіберіп, барынша ойланып тұрып, технологиялардың қыр-сырын меңгеруге барынша толғанып не қылсақ болады. Бірақ ол не? Өзінің іс-әрекет шеңберінде ғана әрекет ете алады. Өзінің іс-әрекет шеңберінен шығып кеткен кезде ақыл өзінің іс-әрекеттеу, әрекет ету өзінің несінен айырылады, өзінің шеңберінен айырылады. Сондықтан да біздер мәселен шариғатқа қарайықшы. Мәселен, шариғатқа қарайтын болсақ, ислам шариғаты ақылды өте қатты құрметтейді. Оны біз сабағымыздың басында айтып өттік, солай емес пе? Мәселен, Аллах субханаху ва тағала Құран-ы кәрімде ақыл иелеріне өте көп жүзденгендігі, біздің ислам шариғатындағы құлшылық ғибадаттарымыздың барлығы ақыл иелеріне арналғандығының барлығы осыны білдіреді. Бірақ солай болса да, ақылдың өзінің істейтін, өзінің әрекет ете алатын бір шеңбері бар. Ол, мәселен, ақылды үйтіп біз шектеп қоюымыз, ақылды неғып қоюымыз, оның бір кемшілікті болғандығы, яки болмаса оның бір айып, нұқсанды, ол дұрыс емес болғандығы емес. Керісінше, ол біз ақылды, біз өзінің орны әрбір нәрсеге өзіне берілетін бағаны беріп тұрып, сыйлағанымыздың белгісі болып табылады. Мәселен, мысал ретінде айтайық, ақыл кейбір мәселелерде ислам, мәселен, шариғатында, Құранда және хадисте келген нәрселерден тыс кейбір нәрселерді түсіне алмайды. Мәселен, Аллах субханаху ва тағала жайлы, Аллах субханаху ва тағала жаратушы жайлы, періштелер жайлы, немесе мәселен ғайып ғылымы дедік қой, ғайып ғылымын біздер уахи арқылы түсінеміз. Ал ақыл өзі сезе алатын, өзі көзімен көре алатын нәрселердің шеңберінде ғана жұмыс істейтін болғандықтан, сол ғайып ғылымына кірісе алмайды. Аллах субханаху ва тағала адамның ақылын, адамның ақыл шеңберін осылай жаратып қойған. Алла тағала Құранда айтады: "Ва хулиқал инсану даифа" дейді. Яғни шын мәнінде адам баласы әлсіз етіп жаратылған дейді. Демек, осы жерден бізге бір қағида келіп туындайды. Ол не? Ақылдың иелік ету құқығы бар. Ақылдың билік жүргізу құқығы бар. Бірақ оның билігі шексіз болмайды. Оның билігі белгілі бір шектеулермен, белгілі бір тыйымдармен қоршыланған шектеудің ішіндегі, белгілі бір шеңбердің ішіндегі билік жүргізу құқығы бар. Мысал ретінде айтайықшы, мәселен, оның бір мысалдары, қазір көріп жатқан әлемдерімізде өте көп мысалдары бар. Мысалы, ақыл, жаңа айтып өткеніміздей, ғайып біліміне өзінің үкімін жүргізе алмайды. Жаратушы Аллах субханаху ва тағаланың есім сипаттарында ақылымыз жетпейді. Сондықтан да біз не істейміз? Құранда және хадисте қалай келген болса,
оны тәпсірлеместен, оның жаңағы мағынасына үңілместен, қалай, қайда, не деп шеңберге салмастан, қалай келді біз солай қабылдаймыз Аллах субханала тағаланың есім сипаттарын. Не болмаса періштелер әлемі. Періштелер әлемінің бар екендігі, ол періштелер әлемінің біздерге жаңағы әсер ететіндігі ақиқат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жебірейіл періште Құран-ы Кәрім кітабын алып келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен жолыққандығы, Хира үңгірінде Аллах субханаху ва тағаланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Жебірейіл періштені шынайы өзінің жаратылған кейпінде 600 қанатымен көргендігі барлық ақиқат нәрсе. Бірақ біз оны танып біле алмаймыз. Неге? Біздің ғайып білімі бұл. Бұл ғайып білімі. Неге? Өйткені ақыл өзінің сезім мүшелері арқылы, көру, дәм тату, құлақпен есту сияқты сезім ұстау, осы сезім мүшелері ғой. Сол сезім мүшелері арқылы білінетін нәрсені ғана үкім бере алады. Соның шеңберінде ғана іс жүргізе алады. Оның сыртына шығып кеткен кезде үкім бере алмайды ақыл. Ол солай жаратылған. Екінші мәселесі тура жол тапқан кезде ақылдың өзіне сүйеніп біздер тура жол таба алмаймыз. Тура жолды іздеген кезде, тура жолды іздеген кезде біз тек қана мен ақылдымын, ақылым жетеді, мен өзім тура жолды тауып аламын деп тұрып, өзімізше тура жолды таба алмаймыз. Біздер тура жолды табуымыз үшін Аллах субханаху ва тағаланың уахийі, Алла тағаланың елшілері керек болады. Сондықтан да ғасырлар бойы Аллах субханаху ва тағала адамзатқа, әрбір ұлтқа, әрбір руға қандай өздерінің арасынан бір пайғамбар жіберіп отырған. Тарихқа қарайтын болсаңыз, тарихта 124 мыңнан аса пайғамбар адам баласына келген. Барлық жағы адамзатына. Анау Аляскаға да барған, анау жағы оңтүстік Америкаға да барған, сол индеистердің арасында түскен. Бірақ ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам деп біздің пайғамбарымыз не қылғанда. Не үшін біз осы жерде бір сұрақ туындайды да, неге пайғамбар саллаллаху алейхи алдыңғы пайғамбарлардың барлығы бір қауым елге, бір ұлтқа, бір өңірге пайғамбар етіп жіберілді де, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзатқа пайғамбар етіп жіберілді деген бір сұрақ туындайды да. Оның жауабы оңай. Бұл өйстіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл адамзатқа пайғамбар етіп жіберілуінің өзі ол кісінің ақиқат пайғамбар екенінің бір белгісі. Қалай? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан алдыңғы заманда, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан алдыңғы заманда адамзаттың өркениеті дамымаған еді, білесіздер. Бір жерден, бір қаладан екінші қалаға дейін хат алу үшін адамдар айлап жол жүретін болған. Мәселен, сол кездегі Шымкент пен Алматыдан осыдан бір 2000 жыл алдын Алматы мен Шымкенттің ортасында хат алмасу үшін адамдар бір апта, 2 апта уақытын құртатын болған. Бір жаңалықты есту үшін де сондай болған. Демек, сол кезде мәселен бір пайғамбардың бір жерден шығып, оның жаңағы бүкіл жер шарын аралап кетуі, басқа қылу мүмкін емес болған. Сондықтан да Аллах субханаху ва тағала әрбір ұлтқа, әрбір руға бір пайғамбар жіберіп отырған. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында Аллах субханаху ва тағала келешекті де біледі, өткен шақты да біледі, осы шақты да біледі. Аллах субханаху заман мен мекеннің сыртында. Аллах субханаху заман, мекен еш нәрсеге мұқтаж емес. Аллах субханаху ва тағала миллион жылдан кейін не болатынын біледі, миллиард жылдан кейін не болатынын біледі. Сондай Аллах субханаху өзінің жаңағы ғайыпты білуші сипатымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үмбетінің арасында осындай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық ететін уақытта осындай ғылым технологияның дамитынын, бүкіл жаңағы шартараптың бәріне 1 секундтың өзінде, жарты әлем емес, бүкіл әлемге бір жаңалық 1 секундтың өзінде жетуі мүмкін болғандығын білгендіктен алысында бүкіл адамзатқа бір пайғамбар жібере салды. Неге? Өйткені бір адамның сөзі барлығына жетеді, не қылып отырады. Онда ешқандай күмән жоқ, дұрыс күмән жоқ. Сондықтан да біздер егер тура жолды тапқымыз келсе, міндетті түрде Құранға және хадиске сүйенуіміз керек. Құран және хадистің сыртында біздер өзіміз тура жолды таба алмаймыз. Адам өзінің ақылымен қанша ойланатын болса да тура жол таба алмайды. Сондықтан да кейбір адамдар мәселен тасқа табынып кетті, кейбір адамдар бұтқа табынып кетті, кейбір адамдар сиырға табынып кетті, кейбір адамдар басқаға табынып кетті.